Сәлеметсіздер ме, құрметті менің тыңдармандарым? Арнаға жазылып, мені қолдай отырыңыздар. Жаңа әңгіме. Көгеріп кеткен көзіне жыртылған ернін жууға көмектесіп, су құйып, үйге кіргізіп, дода-додасы шыққан шашын тарасын деп, тарақ әкеліп берген жүрген келіні мен жаны жоқ адам секілді селиіп келген қызының тірлігіне қарап отырып, орынтай кемпір ашудан жарылып кете жаздады. Келіні болса қайнап кесіне жан ашып: "Бұл айуан қоймайды, елдің сөзін қайтесіз, ажырассаңызшы, бір күні сізді өлтіреді", деді. "Тәйт, не айтып отырсың? Екінші рет байдан ажыраса ма? Байынан таяқ жемейтін қатын бола ма? Сенің басқа шаруаң жоқ па?" деді келініне қарап. Келіні басын шайқатты, бөлмеден шығып кетті. Қызы шешесінің мына қылығын ұнатпай тұрғанын бағана келген кезде-ақ сезген. "Әй қыз, байым ұрды деп қашып келе бересің бе? Дос бар, дұшпан бар. Сенен-ақ көрдім ғой осы", деді қызына. "Иә, өлтіретін болғасын қашып келдім. Сен болмасаң осы үйге түсер ме едім", деп қызы жылап жіберді. "Жақсы тұрып жатсаң, мені ұмытып кетесің. Жаман бола қалсаң, мен кінәлі екенмін ғой. Бір байға ие бола алмаған өзіңнің жамандығыңнан көр. Маған не дейсің? Айдалада қаңғып қалмасын деген жазығым ба? Балаларың қайда?" "Қанша рет айтам, балаларды тастама деп. Біреуді жіберейін алып келсін. Жүректері ұшып кеткен шығар", деп орнынан созылыңдап әрең тұрды. Бөлмеден шығып бара жатқан шешесіне қарап, Айгүлдің бетін ащы ыстық жас шуып кетті. Айгүл мектепті 5-ке бітіргесін, көзі ашық әкесі: "Қызым, оқимын десең, Мәскеу барамыз. Мәскеуде оқу менің арманым еді. Оған жетімдік жеткізбет. Ал сенің білімің де сен оқытқанға менің жағдайымда жетет. Тек сөз бер. Қыз бала жат жұрттық дейді. Қалың орыстың ішіне барып, бір орыстың етегінен ұстап кетпеймін деп. Басқа айтарым жоқ", деді. Айгүл қуанғаннан есі шығып кетті. Өйткені класстастарының бәрі облыс орталығына құжат тапсырамыз деп дайындалып жүр. Бұл да әкем алысқа бармайсың дер ме екен деп қорқып жүретін. Ең болмаса Алматыға жіберсе екен деп армандайтын. Әкесінің сөзін естіп, шешесі талып қала жаздады. "Қыз баланы айдаладағы Мәскеуге сау адам жібере ме? Ол бала болса бір сәрі. Өзің айтпақшы, бір орысқа тиіп масқарамызды шығарады", деді. "Апа, сөз беремін, ешқашан басқа ұлтқа тимеймін", деді. Әкесі екеуі газеттерді ақтарып жүріп, Ленинградтағы жоғары оқу орнын таңдап, Айгүлдің аттестаты қызыл болғандықтан профессорлар сұхбат алып, ешқандай емтихансыз оқуға қабылдады. Ауылдастарының ішінде жұлдызы жанып, сонау Ленинградқа оқуға түскен жалғыз Айгүл болды. Заман-ай десеңші, Қазақстанның бір түкпіріндегі ауылдың қызы ешқандай ақшасыз Ленинградқа білім алуға болатын. Техникалық жоғары оқу орны болғансың ба, әлде мықтылардың бәрі Мәскеуде оқығансың ба? Қазақстаннан келген студент қазақ жоқ екен. Басында ауылды ойласа, иегі кемсеңдеп жылағысы келіп, өзін-өзін әрең ұстайтын. Әкесі хат жазған сайын: "Қызым, оқуыңды жақсы оқы, бізді ұятқа қалдырма", деп жазатын. Екінші курс оқып жүрген кезде институттың кезекші бір жиналысында трибунаға орта бойлы ақ сары жігіт шықты. Модератор 4-ші курстың студенті Мағжан Серікұлы деп таныстырды. Аты жөні қазақ болғасын, жиналыстан кейін жігітті Айгүл іздеп тауып алды. Қасына бара сала: "Әй-шәй жоқ, қазақсыз ба?" деді. Мағжан таңғалғандай қабағын керіп: "Иә, қазақпын", деді тілін бұрап. "Мен ғана қазақпын ба деп жүредім, жақсы болды. Қайдансыз?" деді қуанып кеткен Айгүл. Жігіт Айгүлдің басынан аяғына дейін қарап: "Асықпай сөйлесең түсінемін, осы қалада туып өскенмін", деді орысшалап. Жігіттің сөзіне енді Айгүл таңғалды. Ленинградта қазақ не істеп жүр? Мәскеу болса бір жөн. Әкем соғыстан кейін Ленинградқа оқуға келіпті. Мықты суретші болғасын, ұстаздары алып қалған көрінеді.
Ал сен Қазақстанның қай жеріненсің? Мен ешқашан ата жұртта болмаппын. Әкем марқұм әне апарам деп жүрген кезде қайтыс болып кетті де бара алмай қалдым, деді. Анаңыз бар ма? Иә, анам бар, бірақ ол кісі орыс, деп екеуі бір көргеннен сөйлесіп кетті. Айгүл Мағжанға Қазақстан туралы айтады. Мағжан Айгүлді Ленинградтағы барлық көрікті жерлеріне қыдыртады. Айгүл Мағжанның арқасында театр, музей, галерея дегеннің не екенін білді. Бір институтта білім алып жүрген екі қазақ бір-біріне қалай бауыр басып кеткенін байқамай қалды. Мағжан оқуын бітіргесін Айгүлге үйленейік деп ұсыныс айтты. Айгүл әкесі мен шешесінің қарсы болатын біледі. Жазғы демалысқа барған сайын шешесі әкесінің сөзін жеткізіп, әкең өзіміз сияқты қазақы, сыйластықты білетін, құда деп төрімізде отыратын жермен құдалассақ, бірінші дөңгелек қайда жүрсе, соңғы дөңгелек солай жүреді. Сен ақылды болсаң, қалған бауырларың да саған қарап бой түзейді, деп саған бір үміт артып отыр. Қаңғып біреудің етегінен ұстап кетіп қалма, дейді сөз соңында шешесі. Мағжанға әкесі мен шешесінің сөзін айтқан кезде, Айгүл, ең бастысы мен қазақпын ғой, ата-анаңа мен туралы айт, осы жазда шешемен бірге барып танысып қайтайық, деді. Айгүл әке шешесінің көнбейтінін біліп, 3-ші курсты бітіріп, жазғы демалысқа шығарда, үйіне өзімен бірге күйеуі мен енесін ертіп баратынын айтып, хат жазып жіберді. Бүкіл ауыл беттерін шымшып, Айгүл келгенше өсек деген желдей гүлдеді. Ойбай, мақтаған қыз тойда бүлдірет деген, Айгүл орысқа тиіп алыпты, деп бір-бірінен сүйінші сұрағандай болып жатты. Ол кезде қазақ қызының орысқа тиюі ел естімеген сұмдық жағдай болып саналатын. Айгүл күйеуі мен енесін ертіп келгеннен кейін, әке шешесі құдасының қазақ екенін, күйеу баласы қазақша тілін бұрап болса да қазақша сөйлей алатын көрген соң, әкесі батасын берді. Айгүл оқуын бітіріп, дипломмен бірге тұңғышында босанып алды. Өмір деген тек қуаныштан тұра ма? Бір күнде Кеңес одағы ыдырап, Ленинградта тұрып жатқан бұлар шет елдік азамат болып шыға келді. Кеңес одағы кезінде 15 республикадан ағылып келіп жатқан азық түлік бірақ сәтте тоқтады. Жұмыс жоқ, жинаған ақша сабан болып төкке жарамай қалды. Жаңа заманның ағымына ілес алғандар сауда жасап, байығанның үстіне байып жатса, ғылыммен ғана айналысып, өздерін ақ сүйекпіз дейтін топ аштан өлуге айналды. Айгүл кішкентай қызына сүтке ақша таппай қиналғанда, Мағжанды жеп қоя жаздайды. Өзі бірдеңе жасайын десе, бала жас. Қазақтың әйел ерге ер жерге қарайды дейтін заманның кері келді. Бірнеше жыл көлде жүзген қосақ қудай, бірінсіз бірі өмір сүре алмайтындай болған екеудің махаббатын жоқшылық осылай бір-ақ күнде жоқ етті. Жығылғанға жұдырық деп қазақ бекер айта ма? Өздері күндерін әрең көріп отырған кезде, ауылдан Айгүлдің әкесінің нашарлап жатқаны туралы хабар келді. Айгүл туған туыс, дос құрбыларынан тиындап жинаған ақшасы тек бір адамға жететін болғасын, күйеуін тастап, өз әрең ауылға жетті. Сонау Ленинградтан жеткенше, Қайран әке өмірден озып кеткен. Қызым-ау, шешесі орыс болғансың, бала да орыс қой, әйтпесе қайнатасы ауырып жатыр дегенде, қай қазақтың баласы қатынын жіберіп қойып отырады. Өлді деген хабарды да жібердік. Денесінде жаны бар болса, келетін уақыты болды ғой. Мұндай байдың саған не керегі бар? Қасымызда қалып, көз алдымызда жүрсең, деп күнде шешесі жалғыз қызында Айгүлге ақыл үйретеді. 1-2 жылдағы жоқшылық, күйеуінің елдің байлары сияқты сауда-саттық жасап, бұған сұрағанын әпермегені, әкесінің өлгеніне келе алмағаны, барлығы қосылып, жас келіншектің өкпесін қара қазанда етіп, байына ажырасамын деген хатпен бірге соттың қағазын қоса жіберді. Күйеуі хатты алғасын телефонмен хабарласып, Айгүл, қазірге менің жағдайымды көріп отырсың, шешем ауырып жатыр, өзім жұмыссызбын, саған бара қоятын жағдайым жоқ. Өмір бүйтіп тұрмайтын шығар, саған ақша салып жіберейін. Қайт, қызымыз үшін жалынамын.
дегенде ішінен бәрін түсініп тұрса да көне кеткісі келмей: жоқ, ажырасамын, сенің кесірінен әкеммен қоштаса да алмай қалдым, қайтпаймын, ажырасуға құжаттарды жібердім, деп телефонның тұтқасын қоя салды. Қайта хабарласып жалынады деп ойлады. Бірақ 3-4 айдан соң ажырасуға қарсы емеспін деп қол қойылған хат келгенде Айгүл көкіректеніп: қызымды өзім-ақ бағамын, саған күнім қарап қалған жоқ, деп ішін мысық тырнап жатса да білдірмеді. 25-ке келмеген келіншек жалғыз тұра ма? Әкесінің асын бергеннен кейін-ақ құда түсіп келушілердің саны артты. Шешесінің ақылмен үйленбеген, оқымаған, қарапайым жігітке тұрмысқа шықты. Қызым, қарапайым күйеу жақсы болады. Алдап қойсаң қара жұмысын істеп, айтқаныңды екетпей, алдыңда жүзір жүгіреді. Өзі ауылдың жігіті, қасымда боласың, дегесін қызын шешесіне тастап, бұның бетіне қарап, ыржаңдай беретін Нұржанға тиді. Қарапайым жігіт жұмысқа ғана емес, араққа да жақсы екенін кейіннен білді. Бірінші баласын босанғанша ішіп келсе де Айгүлге тиіспейтін. Ал балалы болғасын, бұның кетпейтінін білді ме? Әлде біреу азғыра ма? Әйтеуір үйге кірсе, орыстың қаншығы деп ішкен сайын сабап тұратын болды. Ертеңнен есін жиғасын: жаңылдым, екінші рет қайталанбайды, деп аяғына жығылып, жылап-сықтап кешірім сұрап алады да, келесі ішкенінде: орыстан қалған салдағы, сенің кешірімің керек емес, деп итше тепкілейді. Айгүл өлтіретін болғанда естіп қашып шығып шешесінің үйіне келеді. Інісі барып 2 баласын алып келіпті. Әпке, алғаш байың көшеде жүр, біздің үйге келе қоймас, есін жиғанша шықпай жата тұр, деді. Шешесі: балам, жата тұрың не? Барсын үйіне, сенен қорқып келмей жүр. Қазір сен жұмысқа кетісімен келеді айқайлап: өлерімде маған тыныштық керек, байдың таяғынан өлген қатынды көрген жоқпын, жұмысқа барарыңды апарып таста, әпкеңді үйіне, жиендер қала берсін, деді баласына қарап. Апа, өлтірмегенде несі қалды? Әпкемнің түріне қараш, қолы бата тимей, қате тисе өлетте қалады ғой, деді інісі арасына түсіп. Бір байдың тілін таба алмаса, бағындыра алмаса, өзінен көрсін, деді. Айгүл бүгінгі күнге дейін шешесінің бетіне келіп көрген емес. Апа, үйіңізге кіргізгеніңізге рахмет. Сіздің арқаңызда алғаш Нұрханның таяғын жеп жүрмін. Осы ақылыңызды неге Мағжанмен тұрған кезде айтпадыңыз, деді. Ол кезде мен де сен сияқты жас болдым, балаларым қасында болсын деп ойладым. Қазір сол қателігімді түсінгендіктен саған үйіңе бар деп отырмын, деді орынтай кемпір. Өкініш пен ыстық жас өзегін өртеген Айгүлді анасының соңғы сөзі тіпті күйдіріп жіберді. Үйіңе бар, менің үйім Мағжанның шаңырағы еді. Енді оған қалай барам? Мына алғаш дүние сенің таңдауың еді, апа, деп құлап бара жатты. Құрметті тыңдармандар, әңгіменің соңы. Әңгіме бойынша өз түйгендеріңізді комментарий бөліміне жаза кетіңіздер. Сау саламатта болыңыздар.